Жабаяң дейді ғой қазақта. Киік, мейлі жаңағы елік, қырғауыл, әйтеуір не керек? Жабаяң. Жабаяң білесіздер ме, неге семілмейтін? Еті қара болатын. Кез келген дич деп қояды. Бұл жабаяңның еті қара және май жинамайды. Себебі әрдайым қорқынышта болады екен. Тыр десе қашады, шыр десе қашады, оқтан қашады, машинадан қашады, біреу атып кете ме, сол өмірі қашумен өтеді. Қашумен өткен қорқынышта болған мал ешқашан еті ағармайды екен, қара болады. Үйде байланған, аузына жем тығып, шөп тыға берген, сөп суды әкеп бере берген мал неге семіреді, білесіздер ме? Өйткені ода уайым жоқ екен, қорқыныш жоқ. Тура сол сияқты сіз бен бізде Құдайдан қорқыныш болса, етіміз қара болады екен. Егер адамда неғұрлым Құдайдан қорқыныш аз болса, соғұрлым адамда жайбарақаттық пайда болады. Көңілде бейғамдық пайда болады. Ей, қойшы, барғанда көреміз ғой деген сияқтылық пайда болады. Егер сіз Құдайға неғұрлым көп байлансаңыз, соғұрлым бұл нәрсені ұмытасыз. Пайғамбарымыздың хадисі бар. Егер дейді, Алла тағала хайуандарға ақыл бергенде, ми бергенде, онда адамдар жер бетіне ет жей алмай қалар еді деген екен. Неге? Өйткені мал Құдайдан қорыққандығынан май байламаған болар еді. Не тамақ батпай қалған болар еді, бәрі аштан өлер еді дейді. Мына Адият сүресінде Аллахта Аллах тағала шапқан аттарды айтады. Бұл жерде керек десең сол хайуандарға іспеттеледі де тәпсірінде. Адамға жағу үшін дейді. Жаңағы мал, жылқы адамға жағу үшін бір рет тебінгенде шабады дейді. Не үшін шабады? Иесі, яғни үстінде отырған, аттың үстінде отырған адамы жем береді, шөп береді. Соны қараған үшін берген жеміне жағымпазданып, шауып өліп қалғанша шабады. Соғысқа шепті бұзып тұрып кіреді дейді Алла тағала. Не үшін? Иесіне жағу үшін. Құдды сол сияқты ағайындар. Құдайға жағу үшін көп адамда осындай жылқы сияқты қорқу да жоқ. Сәл анда-санда болса да қорқыңыздар. Қазір мына көп адамда қорқу жоқтығынан темекі шеккен, арақ ішкен, жезөкшелік жасаған ата-аналардың балалары маған жазғанда өткенде де айттым осыны. Жаным сондай ауырады. Аналар, сіздер тәрбиелеп отырсыздар. Қазір менің осы айтылған әрбір сөзім сіздердің жүректеріңіз келешекке салынған салым. Сіздер құлақтарыңызбен тыңдап, мен аузымды кептіріп айтып отқанымның түпкі мағынасы Алла тағала жүректеріңізге бір нәрсені сал, бір күнәні қоюға себепші болайық. Сауапқа жақында бір күнәдан қашсақ, сонда қайырлы Алла жаққан іс болады.